Осы қызметте келе жатқаныма 3 жыл уақыт болды. Жалпы осы уақыт аралығында әртүрлі әдістермен балаларды сабаққа қызықтырудың жолдарын іздеудемін. Және де осы жерде өзім жақында қолға алған комикс арқылы оқыту әдісін балаларға үйретудемін. Ол әдістің ерекшелігі балалардың сыни және креативті ойлауын дамытады. Жалпы қазіргі балалардың зейін ұзақтығы өте аз уақытқа созылады, ал ол уақыт ішінде дәстүрлі әдіспен білім беру өте қиынға соғады. Сол үшін де мұғалім үнемі ізденісте болып, жаңа түрлі әдістерді ойлап табуға тырысу керек. Ал комикс әдісінің бір ерекшелігі ол көптеген ақпаратты қысқа суретпен балаларға түсінікті қылып бере алады. Сол үшін де комикс және де балалар білесіздер, қазіргі кезде әртүрлі сериалдарға, ойындарға және де комикстарға қызығады. Сол балалардың өздерінің қызығатын нәрсесін физикамен қосып берген кезде балалардың пәнге деген қызығушылығы артты. Біз қазіргі кезде балалардың назарын өзімізге қалай аударуды әрдайым ойлауымыз керек, әрдайым іздеуіміз керек. Және де сол арқылы олардың білмейтін нәрселерін өздеріне үйретуге тырысуымыз керек.